облысымызда Ұлы Отан соғысы ардагерлері 5 азамат қалған. Ол жаңа жоғарыда атап өткен 55 қазақ орталық қонақ қалаларында тіркелген болатын. Аталған санаттағы азаматтарға жеңістің 80 жылдығына орай 2025 жылы наурыз айында 5 миллион теңге көлемінен жалпы 25 миллион теңге бір реттік төлем жүргізілді. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда қызмет еткен ардагерлерімізге 2500-ден астам ардагерлер тіркелген болатын. Аталған санаттағыларға жоғарыда 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде осы сәуір айында бір реттік әлеуметтік төлем төлеу жоспарланып отыр. Сонымен қатар осы 9 жеңіс күніне орай және де мамыр мейрамдарына қарсы өзге елдерде бітімгершілік қызметтерін атқарған қызметшілеріміз бар. Өздеріңіз білетін Тәжік ауған соғыс ардагерлері, сонымен Қарабақ жердегі ардагерлерімізге бір реттік әлеуметтік төлем қарастырылған. Жаңа жоғарыда атап өттім, аталған санаттағы азаматтарымызға 20-30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір айлық әлеуметтік төлем жүргізілетін болады. Жалпы аталған санаттағы азаматтар осы сәуір айында толыққанды төлемдерді жүргізетін боламыз.